Сәлем достар, бүгін осындай хит копилканың сборкасын жасайтын боламыз. Өте оңай, және де осы электрондық форматта мен сіздерге сыйлағым келеді. Обязательно менің YouTube каналыма подписаться етіп, комментарийдің астында ссылка тұрады. Сол ссылка арқылы бесплатно Telegram каналға кіре аласыздар. Міне көріп тұрғаныңыздай, мен А4 форматта распечаткадан шығарып алдым. Егер де коробкаңыз кішкентай болса, онда размерін сол коробка бойынша шығарасыз. Менде коробкам үлкен, сол үшін А4 парақта шығардым. Міне менде осындай коробканың бағасы 500 теңге. Ең үлкен коробканың бағасы 500 теңге. Ал егер де осыдан кішкентай, одан да кішкентай коробкалар бар, ол коробкалар тіпті арзан тұрады. Міне қазір суретімізді дәл осылай двухсторонний скотчпен немесе клеймен жабыстырамыз. Лучше двухсторонний скотчпен, потому что двухсторонний скотчпен қатты жабысып тұрады, ештеңе ашылып кетпейді. Міне мен коробкамның түрі осындай. Қазір осы жағын тесемізді канцелярский ножбен қазір көрсем, және де бұндай коробканың белый, черный және де кордоны түстері бар. Кордоны мен белый түсі өте әдемі көрінеді. Осындай копилканың ішін көрсетейін. Жаңағы айтқанда копилкам іші үлкен. Сіздер мысалы осындағы ручка, жазу жазатын блокнотик можете положить. Және де бір күшті идея айтайын, осындай коробочкаларды сатып алып, сіздер бокс косметики немесе бокс бокалмен, бокс шоколадок, мысалы әртүрлі заттар істеуге болады. Және де бұндай коробочкалар өте арзан тұрады. Мен жай обычно магазиндан оптом емес 500 теңгеден алдым. Сіздер мысалы оптом тіпті арзан болуы мүмкін. Міне жаңағы фотодағыдай бокстарды сіздер де жасай аласыздар. Өте оңай жасау. Күшті табыс көзі деп ойлаймын. Енді қазір хит копилкамызға кірсек, міне қазір коробочкамызды жауып, төбесіне тесігін жасаймыз. Канцелярский ножымызды аламыз. Канцелярский ножбен, көз мөлшермен ақша сиятындай тесіп шығасыздар. Қазір копилканың размерін көрсететін боламын тесіп болғаннан кейін. Міне осылай тесіп шықтым. Барлығы көрініп тұр деп ойлаймын. Міне енді төбесін тесіп болғаннан кейін біз өзіміздің шаблонымызды жабыстырамыз. Міне мен двухсторонний скотчымды жабыстырып жатырмын. Ішіне мән бермейміз, бұл черновик ретінде мен көрсеткен. Міне қазір парағымыздан белый слойын алып тастаймын да, липкий слой қалып, сол липкий слойды аударып, осы коробочкамыздың төбесіне жабыстыра саласыздар. Егер клеймен де жабыстыруға болады, және де осындай двухсторонний скотчпен. Мынандай двухсторонний скотчтың бағасы 100 теңге, 150 теңге примерно соның аралығында тұрады. Міне мен копилкам почти толығымен дайын. Сіздер де осындай копилканы жасай аласыздар. Енді қазір бізге бантикпен осылай орап қою керек. Бантикпен орамаса да болады, просто кішкене әдемі көрініп тұру үшін. Міне бантикті қазір кішкене жоғарыға қарай көтеремін. Міне біздің осындай хит копилка коробочкамыз дайын. Парағын менде фотобумага 200 граммдық. Егер де фотобумаганы таңдау білмесеңіз, менің каналымда видео бар, соны обязательно қараңыздар. Комментарийдің астына тастап кетем сол видеоны. Обязательно қарап, және де фотобумаганың түр-түрін различать ете аласыздар. Және де бұл шаблонымды мен өзімнің бесплатный Telegram каналыма салып қоятын боламын. Обязательно мен YouTube каналыма подписка жасап, Telegram каналға өте аласыздар. Менің каналыма кіріп, видеомды қарағандарыңызға рахмет. Каналым ұнаса, подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Всем пока!